Ата анаңыз туралы білесіз бе? Ата-анам жайлы ештеңе жоқ. Мен олардың түрін, дауысын ешқайсы ойымда жоқ. Анам 2011 жылы қайтыс болды, ал әкем 2006 жылы қайтыс болды. Любовь, сіз қай дінді ұстанасыз? Мен ислам дінін ұстанам, мұсылманмын, айтқанда. Кішкентай кезімде адамдарға еріп, мен мынаумын деп жүретін. А потом уже өзім осознанно сол ислам дінін қабылдадым. Қай тілде ойлайсыз? Мен ойлаймын қазақ тілінде, шынымен де қазақ тілінде ойлаймын. Потом уже андай ойлаумен перевод жасай бастаймын. Нені армандайсыз? Көп нәрседен қателескім келмейді да, и сол моментте тоже андай жар таңдаудан да қателескім келмейді. Сіз үшін ұлт маңызды емес қой деймін. Әйтеуір жүрегінде иманы болса болды, ең бастысы. Одан кейін түсіне білсе болды. А былай ұлт маңызды емес деп бір-бірімізді түсінбей отқан деші ертең. Бір орыс кісіні ұстап вообще. Орысша түсінбей отқан деші. Жатақханаға барсай деп, сосын жатақханаға кіргізбейді ғой деп. Енді қонатын жер болмағаннан соң жүресің ғой әрбір жерде, Арбатта таңға дейін. Пәтер мәселесі не болып жатыр? Сіз кезекте тұрсыз ғой деймін, иә? Негізі очередьте тұрмын, ал мәселе бойынша білмеймін. Уәде берді екен көбісі. Кім уәде берген? Көп жерге бардық, бізге иә дейді да, бірақ. Ол 3 жасынан бастап балалар үйінде өсті. Бүгінде спортпен айналысатын TikTokта мыңдаған жанды шабыттандырып жүрген қыз. Қазақша сөйлейді, қазақша ойлайды. Бүгінгі қонағымыз ерекше мінезі мен үлкен жүрегі бар Любовь Темникова. Любовь, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де өте қатты қуаныштым. Сұхбатты балық шақтан бастасақ, қалай қарайсыз? Жақсы қараймын. Сіз 3 жасыңыздан бастап балалар үйінде өскенсіз, иә? Ең қызықты сәттер болды ма? Есіңізде қалды ма? Балалар үйінде ма? Аха. Көп болған, өте қызықты сәттер. Мысалы? Мысалға, қайсысын айтса болады? Ең қызығы, сабаққа баратын кезде, біз 88-ші жалпы білім беретін мектепте оқығанбыз. Сол кезде балалар үйінен біз сояққа қарай өзіміз баратынбыз апаймен. Сосын алдыға шығып алып, бәріміз ойнап, сабаққа 5 минуттық жерге біз бір жарты сағатта барып сөйтуші едік. Одан кейін балалар үйінің өзінде футбол, әртүрлі қызықтар болады. Ең жақын адам болды ма сізде сол балалар үйінде? Ең жақын адам, болды. Ол кім? Лұқпан деген бала болды. Одан кейін өзіме жақын басқа топтан Арай деген қыз болды. Сосын соның інілері Нұрдәулет, Бексұлтан өзіме жақын болып кеткен, соның отбасысы. Бәрісі, тәтесі, мен де бәрімен араласам. Болды өзімнің группамдағы балалар, топтағы. Прям жақын дегенде бәрін бірдей көретін. Өзіме ең қатты жақын сол Лұқпан, Арай дегендер. Қазір араласасыздар, иә? Араласамыз. Есік қаласынан боласыз? Өзім ба? Иә. Жоқ, Есік қаласынан емес, осы Алматы облысы Қаскеленде шығар. Өзім қақта екен білмеймін, пропискам сояқта, Қаскеленде. Бірақ балалар үйі Есік қаласында? Балалар үйі осы Алматыда. Алматыда болды ма? Қандай балалар үйі? Алматы облыстық номер 1 балалар үйі. Қалаға ауысты. Мына Бағанашыл жақтағы балалар үйі. Барасыз ба қонаққа? Анда-санда барып тұрам. Бұрын баратын көп, когда Арай, Нұрдәулеттер болған кезде. Қазір уақытта көбісін танымаймын. Бексұлтан деген бала бар. Сол үшін ғана барам. Болды, анда-санда видеомен сөйлесіп тұрамыз, болды. Ал тәрбиешілерден бір жақын кісі болды ма? Анадай сияқты. Өзіме жаныма жақын болып кеткен Айнұр апай деген апай бар. Кішкентайымнан бері көп апай тәрбиеледі ғой бізді. Өзіме жақын сол Айнұр апай болып кетті. Өз қызындай көретін, бізде қанша бала бар, соның бәрін өз баласындай көретін. Біз шын уайымдап сөйтеді.
Бизде андай көремиз го енді ким чын уайымдайт, ким өтірік уайымдайт, немесе баскалай дегенде. Сөзде Айнур апай бизге кәдімгідей уайымдап сөйтетін. Сабағымызға көмектесіп, киіміміз андай немізді тіктеп беретін, школьный формамызды или үйрететін кәдімгідей. Өйстіп тіктейсіңдер, болашақта керек болады деп. Бәріне үйретті, иә? Иә. Қазір қолданасыз. Иә, әрине. Ал ата-анаңыз туралы білесіз бе? Ата-анам, анам 2011 жылы қайтыс болды, ал әкем 2006 жылы қайтыс болды. Сіз араласқан жоқсыздар, иә? Жоқ, мен 1 жасында ғана неде болдым. 1 жасында солардың қолында болдым, потом уже басқа кішкентайларға арналған балалар үйінде болдым. Сосын сояқтан неге осы Алматы облыстық балалар үйіне. Отбасыңызда жалғыз бала болдыңыз ба, әлде сіңлілер? 2 ағам бар. Туған 2 ағам бар. Олар да балалар үйінде өсті ма? Иә, олар бірақ кейіннен келді. Үлкен ағам кейіннен келді. Ал ортаңғы ағамыз екеуміз бірге келдік. Бірге балалар үйіне түстік. Қателеспесем солай ау. Андай қатты ойда қалған жоқ есте. Әйтеуір үлкен ағам бөлек келгенін білем. Қазір араласасыздар ма? Араласасыңдар ма дегенде араласамыз, бірақ үйтіп қатты емес, андай жылына 1 рет көрсек шүкір ғой дейсің. Былай анда-санда сөйлесіп тұрамыз. Бұрынғыдан қарағанда қазір уже нормально болып жатырық. Отношениямыз. Бірге кездесіп, сондай жоқ па? Ондай пока жоқ. Менде уақыт жоқ, оларда уақыт жоқ шығар. Просто мен не істей алмаймын, қалай қабылдай алмаймын өз ағаларымдай. Бір досым секілді қабылдайтын шығармын. Ал былай туған ағам деп, или ағам деп қабылдай алмаймын оларды. Өздеріне де айтқам. Өйткені, наверное, жылулық көрмегеннен кейін ба олардан. Из-за этого. Олар неше жаста? Өтірік айтпасам, ортаңғы ағам менен 2 жас үлкен, ал одан кейінгі ағам 4 жас үлкен. Арамызда әрқайсымыз 2 жастан. Сіз балалар үйінде 3 жасынан бастапсыз, иә? Иә. Сіз қазақ тобына түскен адамсыз. Сол қазақ тіліне қызығушылық сол уақыттан бастап басталды ма? Әлде қалай болды? Қазақ тіліне ма? Басында қазақ тіліне мен қатты не істеген жоқпын, аса мән берген жоқпын. Одан кейін уже үйреніп болғаннан кейін уже не істей бастадым. Қазақ тілінде сөйлей бастадым. Менің уже нем бола бастады ғой. Айтсам болады. Екінші не дешет? Қорғаушым секілді бола бастады да. Мысалы, мен қазақ тобына түстім. Қазақ тобына түскенде особо бізде басында қазақ тобына түспейміз. Біз басында кішкентайларға арнайы кішкентайлардыкіне түсеміз. Ояқта андай қазақша да орысша сөйлей береді. Білмеймін мен неге қазақша сөйлеп кеттім. Әйтеуір потом қазақша үйренгеннен кейін мені қазақ тобына жіберді. Сосын ағаларым уже біреусі басқа топқа, мен басқа топқа, үлкені басқа топқа сөйтіп кетіп қалды. Қазақ тілі өзі. Білмеймін. Есім білмеймін. Әйтеуір біле бастағанда уже қазақ тілінде сөйлеп жүрген білем. Рекламаларға түсіп сөйтіп жүргенді. Киноларға қазақша. Қазақ тілі сіз үшін ана тілі сияқты. Иә. Солай ғой? Әрине. Қай тілде ойлайсыз? Мен ойлаймын қазақ тілінде, шынымен де қазақ тілінде ойлаймын. Потом уже андай ойлаумен перевод жасай бастаймын, аударып. Бірінші сразу ойға келеді, мысалы маған орысша кеп сөйлеп тұрса, бірінші қазақ тілінде ойлаймын да, а потом уже аударам. Орысша кішкене қиындау сізге, иә? Әсіресе тренировать еткен кезде балалар. Ал қазір университетте қазақ тобында оқисыз? Иә, қазақ тобында оқимын тоже университетте. Сіз сияқты адамдар бар ма топта? Орыстар қазақ тілінде сөйлейтін деген сияқты. Ондай көрген жоқпын әлі. Әлі көрмедім. Адамдар сізді көріп таңғала ма?
Бұрын таң қалатын, қазір таң қалмайды уже. Бәлкім шынымен де қазір қазақ тілі андай не болып жатыр ғой, хит тіл болып жатқандай ғой. Трендке айналды ғой трендке қазақ айналып тілі, жатыр. иә. Қазір бәр тіл ұлттар сөйлейді да. Көшеде келе жатасың, орыс несі ұлттары сөйлеп келе жатады, немесе басқа ұлттар қазақша сөйлеп келе жатады. Бұрын таң қалатын, қазір уже көбісі сөйлейді ғой қазақ тілінде. Жақсы ғой өзімізге бәрі сөйлесе қазақ тілінде. Қазақша ойлаймын деген сөзіңіз маған қатты әсер қалдырды, шын айтсам. Жалпы қазақ мәдениетінде сізге не ұнайды? Маған так. Негізі бәрі ұнай береді. Бірақ өзіме қатты не істейтін, наверное, патриоттық, мысалы, басқа ұлттардан көре бермейсің андай нені, поддержка. Мысалы, мықты қазақтың именно сол қазақ бір-бірін поддержать еткен, наверное, сол қатты не істейді, ұнайды. Одан кейін ұлттық киімдері андай необычно, бірақ болады шапан, немесе ою өрнектермен киімдер, таңдайлар ұнайды. Мәдениетіне білмеймін. Тамақтары, мысалы? Так, тамақтарынан өзіме қатты ұнайтын негізі бешбармақ. Одан кейін болды, наверное, бешбармақ қана. Қатты ұнайды, иә? Өзіңіз жасап көрдіңіз бе? Бешбармақ па, иә? Жатақханада жасаймыз ғой бәріміз бірігіп. Ал жатақханада кіммен тұрасыз қазір? Қазір мен Ясмина деген қызбен тұрам. 2-ақ адам тұрамыз. 2 адам ол. Жақсы. Бөлме 2 адамға арналған ба? Иә, 2 адамға, сосын 4 адамға деп бөлінеді. Мен 2 адамдықта тұрам. Жақсы. Ол қызбен бірге тамақ жасайсыз ғой деймін, иә? Ол қызды әлі көрмедім. Ол жарыста сондайда жүрді, оның да спортқа қатысады ғой, легкий атлетикаға. Әлі көріскен жоқпыз. Былай уже басында танысып, несіп, басында келіп, заттарын қойып кеткенде сөйлесіп сөйткенбіз. Әзірше әлі тамақ жасап сөйтпедік бір-біріміз. Сіз спортпен айналысасыз ғой? Иә, спортпен айналысып, тиктокты әдемі болып жүргізесіз ғой. Қашан үлгересіз бәрін? Скажи ему, что в этих джунглях появился новый король. Казах теперь здесь будет газовать! Казах! Үлгерем, наверное, сабаққа баратқан уақыттарда, немесе 1 сағаттық демалыстарда, сондай уақыттарда түсірем. Бұрын уақытым көп болатын, есікте жүрген кезде. Қау вообще уақыт жоқ. Тиктоктың өзіне әрең уақыт табамын. Уақыт болса сразу түсіреміз ғой. Қандай спортпен айналысасыз? Менің білуімше джиу-джитсумен, иә? Джиу-джитсу грэпплингпен айналысам. Менің өзімнің мақсатым сол джиу-джитсу грэпплингпен, ал қалған спорттар как хобби ретінде. Уақыт жайдан жай кетпесін дегендей. Мамандығыңыз қазір қандай? Мамандығым дене шынықтыру мұғалімі. Колледжде тоже тура сол мамандықты бітірдім. Қазір университетте де дене шынықтыру мұғалімі. Педагог. Болашаққа қандай жоспарыңыз бар? Болашаққа алдағы 1 жылда менде әзірше әлем чемпионы болу. Өзім мақсат қойғам. Оны андай әйелдер арасында әлем чемпионы болу. Бұрын кездерім кішкентайлардың арасында болғандықтан әйелдер арасында болғым келеді. Қазіргі 1 жылдық мақсатқа сол. Алда 3 чемпионат мира болады бұйыртса. Соған 3-еуінен алу керек. Одан кейін алдағыға сол өзім тренерім, бапкерім сияқты тренер болғым келеді. Сосын мұғалім болып балаларға сабақ бергім келеді. Болып көреміз сосын қалған. Әзірше сол, пока әлем чемпионы болу. Ал нені армандайсыз?
арман көп қой. Бірінші орында мысалы қандай арман бар? Наверное, универді бітіріп жақсы маман болу. Ең бірінші. Анда прям не арман деген ондай арман жоқ пока. Сол әлем чемпионы болу. Не қазіргі қолда бар солар ғана ғой. Солардан не істеу керек. Соны упускать етпеу керек. Болашақта сіз әлі жассыз ғой, иә? Иә. 20 жастасыз, иә? Болашақта үлкен отбасы болу бар ма? Есіңізде емес, сол ойыңызда, иә. Ойымда әрине бар. Сол спорт әлем чемпионы болайын. Сосын көреміз. Просто анда айтады ғой. Көп нәрседен қателескім келмейді да, и сол моментте тоже андай жар таңдаудан да қателескім келмейді. Мен сол бақытты қылатын сол. Сол жар таңдаудан қателескім келмейді. Ең қазіргі сол ғана. Көп нәрседен кезінде білместіктен қателестік қой. Сол себепті жар таңдаудан да қателескім келмейді. Сіз үшін ұлт маңызды емес қой деймін. Ұлт маңызды емес. Әйтеуір жүрегінде иманы болса болды ең бастысы. Одан кейін түсіне білсе болды. Былай ұлт маңызды емес деп бір-біріміз түсінбей отқанда шертің. Бір орыс кісіністі вообще. Орысша түсінбей отқанда ше. Или басқа бір Осы жігіт болса, түсінбейсіз ғой деймін бір-біріңізді. Соғы. Бірақ та үйренуге болады. Иә. Бірақ та сізге қарасам, қазақ жігіт болатын сияқты сізде. Жарыңыз, болашақ жарыңыз. Иә, бұйыртса. Любовь, сіз қай дінді ұстанасыз? Мен ислам дінін ұстанам. Мұсылманмын, альхамдулилля. Өзіңіз таңдадыңыз, иә? Иә, өзім осознанно өзім таңдадым. Неше жаста болдыңыз сол кезде? Так, мен не істегенде? Балалар үйінде болғанда Осознанно, ма? иә, балалар үйінде 14 жасында ма, сондайда қабылдадым. Ал кішкентай кезімде адамдарға еріп, мен наумын деп жүретін. А потом уже өзім осознанно сол ислам дінін қабылдадым. Сіздің ойыңызша, иә, жалпы жанұя деген сөзді алсақ, сіз үшін қандай мағынаны білдіреді? Жанұя деген бәлкім бір-біріне отбасы секілді бір-біріне қамқор болу. Андай қиын сәттерде де жақсы сәттерде де бірге қасында болу. Андай қиындық сәтте жоқ болып кетпей, бірге болу, бірге жүру. Бәлкім сол шығар мен үшін жанұя деген. Сіздің өміріңізде қазір осындай адамдар бар ма? Ондай адам, иә, көп деп айтпаймын. Сізді бар. әрдайым қолдайтын. Әрдайым қолдайтын. Иә, бар негізі. Так. Ондай адам, сол есіктағылар көбісі. 3-4 бар. Кәдімгі өзіміз бір топ құсап жүреміз, бір семья қылып. Бірге тамақ ішеміз, бірге не істейміз. Андай сабақтардан болмай қалған кезде, не істемей қалған, түсінбей қалған кезде бірге түсіндіріп. Бар ондай қиын сәтте бірге болып. Өзімнің 2 досым бар. Өмір мен Нұрдәулет деген бала. Бізде енді балалар үйінен шыққаннан кейін Исыққа бардық қой, жатақханаға. Мен олардан бір курс андай жоғары оқитынмын. И бізде андай демалыс уақыттарда көбісі үйге кетеді. И біз сондай кездерде, мысалы, қалада болған кезде мен өзім көбінесе тренировкаға барып жүрем ғой. Кейде жатақхана жабылып қалады, немесе түн болып кетеді, немесе Алматыда такси шықпай қалады. Сөзде өмірлерге айтам. Апарып тұстаңдаршы деп, немесе таңға дейін мен не істеп отқанда звондайды.
Менен Арбатта жүрсүң, жатаканага барсай деп, сосын жатаканага киргизбейди го деп, сондай кезде айткан кездерде таңга чейин касымда жүрүп сүйтөт. Андай таста кетип да, жалгыз өзүмдү далада. Эми конатын жер болмагандан соң жүрөсүң го ар бир жерде, Арбатта таңга чейин. Эмесин эстеп, сол кезде сол Нурдаулет, Өмүр, Алишка деген бала бар. Солар мопеддер менен келет, сосын таңга чейин мопед айдап жүремүз. Люба, пәтер мәселесі не болып жатыр? Сіз кезекте тұрсыз ғой деймін, иә? Негизи очередьте турум, Ал маселе боюнча билбейм, уәде берди экен көбүсү. Бирок Кім уәде берген? аким биз көп жерге бардык го, өзүмдүн астарлы катта берген юрист киши менен. Көп жерге бардык, бизге я дейт да, бирок билбейм. Әлі күнге дейін жылжымайды, иә? Биз немизди әлі карап жатырк. Оказывается, мен 2017-ден алды башка очередьте тургам, башка жерде. Оякта мен 41 орунда турдум. Кателеспесем 41-де койдум. Потом 2017-де мени ол очередьтен алып тастады. Сосын 2017-де мен осы Каскелен жакка тиркеди. И сояка очередьке койду. Мен тиркеуим боюнча башка аякта тургам. Азыр сол 501 нерседем. Унутуп калдым уже. 17-ден бастап, иә? Кезекте тұрсыз. Негизи 2017-ден эмес. Өйткөнү бурунку немди караганда, балким балалар үйүнө түшкөндөн кийин, кателеспесем, 14-15 жылдары койгон чыгар, сол кичкентай кезимде. Потому что 2017-де алып тастады мен ана очередьтен. Бирок кай убакытта койгонун көргөн жокмун. Ачар алып тастаган убакытын гана көрдүм. Негізінде мемлекеттен пәтер алуға сіздің құқығыңыз бар ғой? Балким, бар. Мүмкін бізді қазір адамдар көрсе, біздің YouTube арнасында мүмкін көмектесетін адам болатын сияқты. Құдай қаласа енді. Құдай қаласа. Иә. Люба, сізде 100 бәленбай медаль бар ғой дейм. Медаль көп, 100-ден асат. Бұрын санап жүрөтүм, қазір санамайм уже. Өйткені бір айда 3-4 рет алам медаль. Сол себепті. Жүлделі орындар. Жүрегіңізге ең жақын медаль қандай? Қай жақтан ол? Испанияға барып алған медалім жақын. Өйткені мен ояқта кәдімгідей өте қиын не болды мен үшін жарыс. Өйткені әр елден келді. Еще бәрі мықты, өте мықты қыздар. Сол себепті өзім күрескенде де сездім. Ояқтың аурасы басқа болды. Мықты қыздар да бәрі мықты болды. Әсіресе израильтянка қыз есте қатты қалды. Өте мықты қыз екен. Сол анда қатты қалды неде есте. Өйткені 8 схватка жасадым. 8 схватка жасап сөйтіп отқан. Дәл қазір сізге қандай да бір көмек керек пе? Көмек керек емес, шүкір бәрі бар. Бұйырса өзімде жетем деген ойдам. Стипендия алып жүрсіз ба? Стипендия әлі алған жоқпын, білмеймін, 2 түсетін шығар. Гранттасыз ғой? Гранттам, Сабақты жақсы оқисыз? Сабақты жақсы оқимын. Негізінде стипендия болу керек қой, сізде? Стипендиядам, бірақ әлі несемет. Әлі алған жоқпын. Әлі алған жоқпын. Әлі Енді басталып біткен жоқ қой. Иә. Аласыз ғой? Бұйыртса. Түсіп қалмасақ. Ең бастысы қазір оқу, солай ғой? Ең бастысы ма? Негізі. Спортта бірге. Спортпен бірге. Ең бастысы әлем чемпионатыға Грецияда өтетін. Ол қашан өтеді? Бұйыртса ноябрларда. Әлі нақты осы жылда? Осы 1-2 айда. Әлі нақты несі шыққан жоқ, датасы. Бірақ ноябрларда. Люба, сонда мен кішкене түсінбедім, алдында айтып қойдыңыз ғой, сол ата-анаңыз туралы білесіз, бірақ та сіз оларды көрген жоқсыз, солай ма?
ойда ата анам жайлы ештеңе жоқ. Мен олардың түрін, дауысын ешқайсы ойымда жоқ. Көрген жоқпын десем де болады. 1 жасымда ма, сондай жасымда ғана қолдарында болдым ғой. Одан кейін мен уже 1 жасымнан кейін сразу басқа балалар үйіне түстім. Кішкентайларға дом малюток дей ма сондайға. Сосын сояқтан 2 жас па 3 жасыма дейін сояқта болдым да 3 жасымда өзімнің балалар үйіме түстім болды. Сол үшін есте ата анам жайлы ештеңе жоқ. Қандай себеппен осы балалар үйіне түстіңіз, білесіз ба? Ояғын айтқан жоқ. Сұрайтынмын мен, бірақ айтқан жоқ. Мен кішкентай кезімде ойлайтын, просто бәлкім қайтыс болғаннан кейін шығар мен балалар үйіне түсірді деп. А потом уже өсе келе жылдарын білгеннен кейін уже ойладым. Оказывается, мен өткізіп тастаған кезде тірі болыпты ғой деп. Сосын ағаларымнан сұраймын. Олар айтпайды. Мен өзім несіне не деуші еді? Мейт дей ма деуші еді. Соған өзім әрең бардым. 4 жыл ағаларыма қақсаған айтқан шығармын. Барайықшы деп. Сосын алдында барып келгенбіз. Бірге, Бірге сол. Ағаларымен бірге барып келдік. Сіздің болашағыңыз өте жарық, өте керемет болады деп сенемін. Бұйыртса. Бәрі жақсы болады. Чемпионда боласыз, бәріне жетесіз. Рахмет, бұйыртса. Өзіңіз сенесіз ғой? Сенем, өз-өзіме. Ең бастысы сол ғой. Сұхбатыңызға рахмет. Сіздерге де рахмет. Бәрі жақсы болады.